Ал енді міне кім айтып жүр осы күнге дейін мысық пен тышқан жолдас болмайды деп. Біздің мысығымыз болып еді, міне тышқан сатып алып беріп ек. Мысығымыз тышқанға айналсын деп, айналып отырсын күні бойы деп. Ойлағанбыз әуір екеуі бірімен достаса алмайды, мысығымыз жей қоя ма деп. 3 күн үйреттік ақырындап. Мысығымызды кішкене поводокқа ұстап, басында құстармен жүрген, қыс бойы құстарға, терезенің алдында құстарға жемішке сақ қойып, құстарына қарап отыратын. Жазда құстар жоқ, міне көктем келгелі. Тышқан әкеп беріп ек, екеуі 3-ші күн жолдас болып алды. Тышқан болғанда бұл хомяк. Міне хомяк бұрын осының несінде отыратын, өзінің үйінде. Енді міне шығарып қоя бердік, тиіспейді. Даже хомяк кеп еркелеп қояды мысыққа. Қайда кетіп қалды? Міне. Даже міне мысығымды алып жіберсем, міне. Екеуі ойнайды просто болды. Тәп-тәтті ойнап жүр екеуі. Так что мысық пен тышқан жолдас болып жатқан кезде, бұл заманда адамдар неге бір-бірімен жолдас болмайды? Қайдағы соғыс не керек? Хайуан екеш, хайуан да жолдас. Өмірде осындай болмайды деп ойлап өзім көріп таңғалып отырмын. Так что бір-бірімізден қырылыспай, адам сияқты өмір сүрейік. Осылардан үлгі алайық. Міне. Енді жақсы мысығым осымен ойнап отырады. Бүгін 3-ші күн екеуі ойнап жүр.